Ассаляму алейкум, урметлі серджілер, бу UATV студияда Украина хаберлері бүгін мартның 19-ы базар эртесі күні. Ишғал етілген Қырымда Русия президентінің қанунсы сайлаулары ве ашкар етілген малюмат сақтелевудыр. Буны Кувейте девлет зиреті еле булунган Украина президенті Петро Порошенко білдірді. Қайды еткеніне бинаен қанунсыз рей берув Кремльнің тәджавузы ве ишғалені қанунилештірмек үшін япылған невбеттікі оғырсыз ұнтылығы еді. Кремль буны Украинаға ве бутун дүнияға қаршы мелес хабер женкінде қоланacak. Порошенко ишғал етілген Қырымда қанунсыз сайлауларны незарет етмектен вазгечкен. ОБСЕ ве дегер халқара шереклеріне мінедарлығыны білдірді. Легітимність президентских виборів Російської Федерації. Русияда президент сайлауларының канунилігі тек вақтынша ишғал етілген Қырымда канунсыз сайлауларының кечірілмесі себебінден шүрбе алтына алынмай. Бұл умумен демократия аңламындаки сайлауларға ич ошамаған сияси фарс еді. Сайлавсыз сайлав еді. Ақиқи сияси рақипліксіз, сөз сербестлігі олмадан, мусави имканлар да yok еді. Ашкар етілген ресми малюматлар белі рус фразеологизмінде айтылғаны кебі Фильканың ярлығыдыр. Ишғал етілген Қырымда қанунсыз суреті кечірілген Русия президенті сайлауларына келген қырымлыларының сайысы 10%-дан беле кечмеді. Бұны UATV телеканалына Қырымдатар Милли Құрултайының меркези ижра комитетінің рейсі Заир Смедляев білдірді. Қайдеткені кебі Русия мемориеті тарафындан етілген зорла ве қорқузувларға бақмадан сақтай сайлауларда қырымлыларының умуми фаалігі пек заиф еді. Туневын ишғал етілген Қырымда кечірілген Русия президенті сайлауларының танылмамасы ақында Канада, Алмания, Норвеж, Эстония, Словения, Полония ве Франкистан білдіре. Шу жүмледен Франкистан тышқы ишлер назерлігі Твиттерде язғаны кебі Парис ишғал етілген ярымадының аскерилештіруі ве инсан ақлары вазиетінің бетерлешмесінден қасевет чеке. Ве илеріде де Украинаның суверенитеті ве топрақ бұтынлігінің тамамын тікленмесіні талап етежек. Русия үкіметіне ве Қырымда қанунсыз сайлав кетешатына алақасы олған шахысларға қаршы санкцияларны арттырмақ. Бұна дүния топлылығыны Украина президенті Петро Порошенко чағырды. Бұны о Кувейте девлет зиреті вақтында бүгін білдірді. Айтқанына көре ишғал етілген Қырымда қанунсыз сайлауларының кечірілмесі Москва тарафындан халықара құқының невбеттіке қаба бұзылывыдыр. Верей берув нәтижелерінің қануни ақыбетлерінің олмай жағын да қайт етті. Бұның еле Украина президенті дүния топлылықны Русия үкіметіне ве ишғал етілген Қырымда қанунсыз сайлауларының кечірілмесіне алақасы олған шахысларға қаршы санкцияларны арттырмаға чағырды. 144 сойдыңдан ибарет олған жедвеліні Украина тышқы ишлер назирі Авропа бірлігі мемлекетлерінің тышқы ишлер назирлеріне берді. Русия тарафындан ишғал етілген Қырымда қанунсыз суретте макюм етілген Украин фаали Володимир Балух үкіміне наразылығыны білдіріп, мұдетсіз ачылықны илан етті. Деп білдіре UATV телеканалына Украинның адвокаты Дмитрий Динзе. Оның сөзлеріне көре Володимир Балухның үкімі мартның 14-інде Кремль незареті алтында чалышқан Қырымның юқары махкемесі тарафындан деніштірілген еді. Апис мұддетіні әкі айға азлаштырдылар. Украин фермачысыны Русия құветчелері 2016 сенесі декабрь айында тұтып алған еді. Евы чардағында санки патрон ве тротил шашкалары тапылды. 2017 сенесі август айында махкеме оны 3 ел ве 7 айлық ерлешов колониясына макюм еткен еді. Құқық қорғаушылар айтқаны кебі Балух Украин тарафдары олғаны үшін тақип етілі. Шу жүмледен еві азбарында сылған Украина байрағы себебінде. Киевде Русия Федерациясы элчиханесі янында Бахчисарайдаки ханлар сарайының яландан реставрациясы деп адландырылған бозулығына қаршы акция кечірілді. Қырым фаалері Қырым-татар мәдениетіне айт олған мемаржылықның уникальны менесінің макетаны кетірді. Владимир Путиннің ве Қырым Назерлер Шурасының өз башына тайынленген рейсі Сергей Аксеновның маскаларыны таққан инсанлар абиденің
ilk орнеганы бетон қарышмасы иле қаралады. Құруқ территориясында тамир ишлері 2017 сенесі көзде башланды. Межлис ве жема тәшкелиятлары бұл қанунсыз реставрацияны тоқтатмақ талабы иле махкемелерді. Мы понимаем, какие решения будут приняты. Бу обетке низбеттен ишгалжи махкемелер тарафында насыл бір қарарлардан алынacağını anlayımız. Бірінші дағымыз бойынша оны қабул етмеге біле разы олмадылар. Ama біз басамақ илерилейміз. Даваны қабул етмеген демір ел махкемесіне қаршы шикает береміз ве невбеттеки yapılacak şey elbette Москва махкемелеріне баш тыш ижрасына даваларының берілмесі olacak. Сайлауларны өз көзінен көргенлер дейки, сақты референдумда олғанындан да ас адамыды. Крым татарларының әксериеті кебі сайлауларны украинлерде көрмемезлікке орған еді. Русларның да көзі қайты. Телевизорда көстерілген Русияны көрмегенлерінден сон. Полислерінің қылы таяқлары, жүремелері иле, полис ве мемори зұлым иле. Ве бұның нәтижесі де олғандыр, әбет. Авропа бірлігі Украина ислатларына қол тута ве Русия Федерациясы тарафындан Қырымның ишгаліні танымай. Бұн Авропа бірлігінің тышқы ишлері ве хавсызлық саясеті бойынша юқары темселжесі Федерика Могерини Брюксельде білдірді. Анда Авропа бірлігінің тышқы ишлер шурасының отырышы башланды. Топлашывда Авропа бірлігінің тышқы ишлер назерлері Украина, Сурия ве Иран вазиетлеріні музыкере етежек. We'll have a point on the agenda to start with. Біз күн тәртібімізні Украина вақаларынан башларымыз. Киевде олғанымда Минск анlaşmalarının ве қанунсыз сайылған Қырым ишгаліні танымамақ саясетінің там имплементациясына қол тұтқанымызны білдірген еді. Бұның иле Украинада ислатларының кечерілмесіне тамамынен қол тұтқанымызны да білдірдік. Бүгін бұның назерлер иле музыкере еттік ве менімже да бір кере Украинаға там саяси ве малиеви дестігімізні таздықлармыз. Авропа бірлігінің назерлер шурасы Русияның новичок программасының ишлеп чықарылмасы ақында малюматны айдынлатмаға ве оны Бүйік Британияға бермеге чағыра. Бұның ақында Авропа бірлігі мемлекетлерінің тышқы ишлер назерлерінің умуми бейанатында айтыла. Русияның сабық истихбаратчысы Сергей Скрипальның зерленмесі Бүйік Британияда халқара оқуқның қаба бұзылығы оларақ таныла. Торонто Иванат бақчасындан Дорт Панда Калгари шәріне көчірілді. Анда кележек 5 сене бұлынажақлар. Сонра Иванлар Қытайға йоланылажақ. Торонтода сонки бұлынов конунде юзлер жезеретші оларны көрмек ве фото чықармақ үшін келген еді. Айванларының кечендіруіне бір елда $500 миллион сарф етіледі. Айны о қадар пара Иванат бақчасының бұтын айванларының бақуына етіріледір. Өрметлі серджілер бұда қиқаға бұл сонки хаберіміз әді дадачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV елі олыны сағылықнен қалыңыз көрішкенже.